iOS 26 нағыз революция. Не өзгерді, не қосылды, дәл қазір сіздерге түсіндіремін. Ең үлкен жаңалық Liquid Glass дизайны. Экран енді сұйық шыны сияқты жылтырайды, құбылып әйнек секілді эффект береді болады. Интерфейсте тереңдік бар, жарыққа қарай өзгереді. Иконкалар ешқандай да домалақ болмайды, сол қалпы қалды. Прозрачность сияқты режим қосылды. Ал обой айфонды қалай ұстасаң, солай анимацияланады. Яғни фон енді көлемді тереңдік бар. Фотоңыз 3D сияқты эффект болады. Камера қосымшасы толық өзгерген. Фото мен видео режим бір жерде. Ішіне кірсең басқа да функциялар бар. Apple Music енді система қай тілде болса, сол тілге әндердің аудармасын автоматты аударып береді. Call screening, бейтаныс номер кім екенін iPhone өзі айтып береді. Яғни сізге звондаған адам не дегісі келіп тұрғаны сізге шығып тұратын болады. Бірақ бізде бұл функция қаншалықты дұрыс жұмыс істейтініне күмәнім бар. Apple TV-де караоке режимі бар. iPhone-ыңыз микрофонға айналады. Әзірше бұл системаға толық ауыспай тұра тұрыңыз, себебі бұл тек бета нұсқасы ғана. Толықтай нұсқасы күзде шығатын болады. Сізге қалай, жаңа iPhone-ның өзгерісі ұнады ма жоқ па, пікіріңізбен бөлісе отырыңыз. Менің видеомды бір жерден көрген сияқтымын деп ұмытып есіңізге түсіріп әуре болмас үшін маған тіркеліп қойыңыз және осы видеоны iPhone ұстайтын барлық таныстарыңызға таратып қойыңыздар.